Ұстап бердің сөздің кілкіні, алейкум ассалама үлкен аға, сіздерге артық еді бірдей баға. Бүгінде ахуал қалай, талап қалай, қатардан кейін қалмай жүрсіз балда. Мінекей ортаңызға келгеннен соң, қызықты біз көрмей осы топқа. Мінекей амандасып бәрекелге, қосылды көрмей жүрген құрбы теңге. Ал енді құлақ салып сөз тыңдаңдар, мереке қыздырайық, айтып берген домбырамды алайын, төгіп тәр төгіп маханға, батырда бидің қазақтың жыр термене салайын. Батырлар менен даналар, ақында әнші бабалар, шайырлардың сөздерін жырлауға ұлым табалар. Қатемдей болса ішінде кешірер әне ағалар, олайда болса айтайын, кіші жүзді басқарған, аққараны ақтарған, әлім елі ішінде дүр қарадан тараған, әйтекедей бейімнің сөз алтындай салмақты, қалмақ менен шайқасып, үш жүзді өзіне қаратты. Барабылы асауын, 12 жаста орысты жеріне салған ерлігін халыққа сүйеп ұнатты. Табыннан шыққан тағы да Бөгенбайдай батырың, Дәуітті менен Байғозы қалдырмай айтар ұрпаққа осылай қылып ақының ішінде қарадан шыққан хандыққа сұлтандай болған бейбарыс қазақтықта көрсеткен ақылы ұшан теңіздей таптыңда ұлы сырымды Исатай менен Махамбет жауына қарсы ұрынды. Бала жастан естідік мен нарында жүргенде, егіліп жүрген ерегім деп жырлаған жырымды. Адайда халқы ішінде бекетте атам аруақты ұрандап шапқан ұрпағы, батыр адай ерлері десетте шотан назарлар, Есенқұл менен Сыбатай бұларға адам теңмеді. Жыршы сүгір адайда ақтан менен қашаған, шарш топта сөйлесе сөз құрауы тезеді. Әлімнен бұлар тараған, жан-жағына қараған, жан-қожамиді қиылған, қаламдай қасы қиылған, қазақтың жалпақ даласын дұшпанынан тазарды сөзі де жүріп бұйырған. Батыр бабам жалаңтөс әруақты ереді, хандықта ұрып кезінде Самарқанды салдырып, әсемдеп таспен көреді. Осылай қылып жыршыңы өлеңдетіп береді. Тағы да айта кетейін, айтыңда ұлы тілегіді, өзі де батыр өзі би халқының болған тілегі. Түркістанда жазылған тілеу атам ерлігі, жүзжылдығын болжаған мөңкем елдің жүрегі. Тыңдасаңдар жараңдар, батыр бабам жолдаяқ, ода тілеу ұл еді. Шыманның ұлы Мырзағұл ақылы менен би болған, осындай асылы сынаған, саршолақ атам жырғылған. Тілеу қабақты айтқанда тақылдаған таңдайы, ренді сөзі құрауымен жарқылдаған маңдайы. Саршолақ қатем келер шайырының қандайы, қабақта атам ұрпағы. Ұранға шыққан Бақтыбай, асығы тұрып алшыдан, ұранға болған атсай. Бақтыбайдан жауға шапқанда ер өтіп есетті, Дәрбай менен бекетті қонақбай ұлы Қарағұл ұрпағы үшін тұңғатып көрсеткен қайрат білекті. Қырғызда елі ішінде Пайдауылдай батырын, қырғын қызыл ұрыста ұрпақ үшін тұңғатып ат терлеткен тақымын, кіші жүзде кердері Әбубәкір атамның қазағым деп жырлаған имандылық сөздері. Кендері де керемет Құдай берген сұрауын, ағасынан келмеді, ақ кетегеді қайғыла таныстырып қазақты шежірелеп береді. Осылардың сөздерін өзіндей қылып жеткізген қабақтан шыққан Наурызбек ұлы жырауыз еді. Албанда түрлі Махаммен терме дастан жырлары үш күнде үшін айтқанда батырлардың шайқасы көз алдыңа келеді. Қан тамған найза ұшынан, жау сескенген тұсынан бүгінгі келген ұрпағы естіген жыршы жырыны. Сондықтан да мінекей бойыма біткен өнерді аямадым жұртымнан. Қаумалап халқым тыңдаса жырлаймын әлі ел үшін шапқан аттай жылқымға